Сәлем достар, бүгін мен сендерге қоян мен бала ертегісін айтып беремін. Баяғыда бір ата-анасы мен бала болыпты. Ата-анасы балаға балам барып жездеңді шақырып кел, атаңды шақырып кел, әжеңді шақырып кел дейді. Сол кезінде бала сыртқа шыққан кезінде кімді шақыру екенін ұмытып қалады. Сосын бала үйге кіріп қайтадан сұрауға ұялады. Сосын бала көршілердің бәрін шақырып үйге алып келеді. Сосын ата-анасы қараған кезінде ой деп қалады. Мыналардың сосын барып ата-анасы мыналардың бәріне тамақ қайдан табамын дейді. Сол кезінде бала папасы баласына ұрсады. Бар да өзің тап кел тамақтар дейді. Баласы істегендерін бәрін дәлелдейді. Мен сыртқа шыққан кезімде кімді шақыру екенін ұмытып қаламын дейді бала. Сол кезінде қайттан сұрауға ұялдым дейді. Сосын мына көршілердің бәрін шақырып келдім дейді. Ата-анасы енжіп ұрсады. Бала жылап кетіп қалады. Тоғайға кетіп қалады. Сол кезінде тоғайдың қасына ағаштан отырып жылайды. Сол кезінде қасына қоян келеді. Қоян сұрайды, не болды дейді. Бала айтады, ата-аналарым үйге қонақ шақырып кел деп еді. Мен сыртқа шыққан соң кімдерді шақыру екенін ұмытып қалдым дейді бала. Сол кезінде қоян бар ауыл. Сосын мен көршілердің бәрін шақырып келдім дейді. Оларға тамақ таппай қалдық дейді. Ата-анам сосын ренжіп қалды дейді. Сосын қоян, сен үйге бара бер, ештеңе уайымдама дейді. Сол кезінде бала үйіне барады. Үйіне барса, қонақтардың бәрі тамақ жеп таусырады. Сол кезінде қонақтар тағы да тамақ жеміз келді дейді. Бір қонақ сосын ата-аналарына айтады, сен бізге тамақ бермесең, неғып үйіне қонаққа шақырдың дейді. Сол кезінде бір қонақ терезеге қараса, қорқып кетеді.
Сосын бәрі далаға жүгіріп шығады. Қонақтардың бәрі далаға қараса, аңдар келе жатыр екен. Аю үлкен бал алып келе жатыр екен. Қасқыр қойдың етін алып келе жатыр екен. Бұға шелек сүт алып келе жатыр екен. Қоян мен тиін жаңғақ пен жидек алып келе жатыр екен. Түлкілер қоян мен тауықтың етін алып келе жатыр екен. Сөйтіп барлығы тамақтарын тастап доғаға кетеді. Оның барлығына қоян көмектеседі деп айтты. Сонымен барлығы тамақтары тойып, есесілік айтады. Жақсы сау болыңдар.